Айгүл кіреберісте тұрып қолын ағаш тіреуішке сүйеді. Ол үлкен аулаға қарап тұрды да, енді жермен айналысқысы келмейтінін ойлады. Бұл ауылдан, шаруашылықтан күнде жұмысқа бару үшін кесіп өтетін, Құдай ұмытқан көпірден әбден шаршаған. Айгүл өзін бақытты адам деп айта алмайтын. Жолдасын ерте жоғалтты, қызын жалғыз өзі өсіріп жатыр. Ол кішкентайына бәрін бергісі келді. Күйеуімен аяғы ауыр кезінде болашаққа ақша жинап бар үмітін қыздарына артқан еді. Бірақ күйеуі қызмет барысында қаза тауып, Айгүлдің өміріндегі ең қиын, қаралы кезең басталды. Кішкентай Айкерім небәрі 6 жастайды, бірақ әкесінің өлімін ауыр қабылдады. Қазірдің өзінде ол әкесін көз жасынсыз еске ала алмайтын. Сол сәтте қақпа ашылып, аулаға Ернар кірді. Оны сымбатты деу қиын еді. Ірі денелі, кең иықты, денесі түрлі татуировкалармен көмкерілген, әрқайсысы бір хикаядан сыр шертетін ер адам. Айгүл оның бұрын түрмеде болғанын нақты білмесе де, өткеннің жай ғана емес екенін сезетін. Бірақ ол Ернарды қандай болса, сол күйінде қабылдады. Өйткені шаршаған, жалғыз болудан, бәрін өз мойнымен тартудан әбден қажыған. Ол Ернарды сүйіп алды. Ер адам оның артына тұрып, құшағына алды. Шаршаған сияқтысың, деді ол. Бар, демалып ал. Мен мұнда өзім-ақ шүберек боламын. Айкерім келсе, өзі оятады. Айгүл бас изеп жатын бөлмеге кетті. Ол шын мәнінде қатты шаршаған еді. Ернардың қамқорлығы жанына жағып, басын жастыққа қойған сәтте-ақ ұйықтап кетті. Ернар аулада қалды. Ол ескі қораларды ретке келтіріп, тазалық жұмыстарын бастады. Аздан соң қақпа тағы сықырлап, аулаға 14 жастағы Айкерім кірді. Қоштасып жатқан құрбыларына бірдеңе деп дауыстады да, аулаға енді. Айкерім, жүр көмектес. Бірақ анаңды оятпа, деді. Ернар, көп сөйлеме, көмектес деген соң, көмектес. Қыз кішкене иығын қозғап, ештеңе демеді. Киім ауыстырып, сыртқа қайта шықты. Ернар оған тақтайларды жинап, қақпаға тасуды тапсырды. Бірақ өзі жұмыс істеуді доғарып, тек анда-санда қыз жаққа көз тастап қойды. Айкерім жеңіл шортымен жейдеде жүрген. Ол өзінің әдеттегі шаруаларын істеп жүрді. Ернар анда-санда оған қарап қойып отырды. Бірақ ештеңе демеді. Қыз ештеңе байқамағандай өз ісімен жүрді. Егер Айгүл оның қызын қадағалап отырғанын көрсе, Ернарды үйден қуып шығатын еді. Бірақ әйел ештеңе байқамайтын, өйткені ол Ернардың өзіне және қызына шын ниетпен қарағанына сенетін. Айкерім аз уақыттан кейін шаршап, үйге кірді. Анасы ұйқысынан оянып, үшеуі бірге ас үйде отырды. Қыз туралы сөйлесті. Жертөлені азық-түлікпен толтырып қою керек, деді. Айгүл, өткен қыста қалай қар басты, есіңде ме? 2 апта бойы ешкім келе алмады. Бүкіл ауыл бір-бірімен тамақ бөлісіп, әрең күн көрдік. Ернар оның сөзін үнсіз тыңдап отырды, арасында көзінің қиығымен Айкерімге қарап қояды. Айкерім болса телефонына шұқшия қарап, ешкімге мән бермей отырған. Біраздан соң, ол орнынан тұрып, анасын Ернармен қалдырып, өз бөлмесіне кіріп кетті. Айкерім бұл ер адамды ұната қоймайтын. Оның жанында өзін жайсыз сезінетін. Бірақ анасының бақытын ойлап үндемейтін. Себебі бұл адам әкесінен кейінгі анасының өміріндегі алғашқы тірек болатын. Бірнеше күн өтті. Сол күндердің бірінде Айкерім ауыл ішінде жалғыз келе жатты. Құрбылары аналарының көлігімен қайтып кеткен. Ауыл көшелерінде алтын түске боялған күзгі жапырақтар самсап тұрған. Қыз тегіс асфальт жолмен келе жатып кенет тоқтап қалды. Қурап қалған сирен бұтасының түбінде бір қара ит отыр екен, аяғын жалап ыңыранып жатыр. Ей, сен не болды сонша? Бері келші, тек қарайыншы, тыныш қана, деді қыз келісімшіл үнмен иттің жанына отырып. Қара ит оған қырындап қарап қойды, бірақ ырылдамады. Ол әлі жас, күшіктік шақтан жаңа ғана шыққан сияқты еді. Айкерім иттің аяғын ұстап табанындағы әйнек сынығын көрді. Қазір мен мынау әйнекті шығарамын. Сәл ауырады, бірақ кейін жеңілдеп қаласың. Егер мені тістеп алсаң, ренжимін, деді қыз. Күлкі аралас шындықпен ол әйнекті шап беріп, тез жұлып алды.
Ит шыңғырды, аяғын тартып алып, өзі жалай бастады. Айкерім оны сипалап отырып, ит басын оның тізесіне қойып тынышталып қалды. «Жүр, мен саған жараңды таңамын, қаның тоқтамай тұр», деді қыз жанашырлықпен, иттің құлағының артына сипап. Ол оны ымдап ертіп, өзімен бірге алып жүрді. Ит тыңғылықпен ілесті: «Сенің атың Райым болады». «Тура сол кино кейіпкері сияқты күлкілсің», деді қыз мәз болып. Олар асфальт жолмен келе жатты. Кішкентай бойлы жасөспірім қыз және ақсап бара жатқан қара күшік. Кейде иттің артынан қан тамшылары қалатын. Қыз итті аулаға кіргізіп бірден сарайға барды. Жасыл антисептик алып, иттің аяғына қойды. Ит қайтадан шыңғырды, бірақ басқа амал жоқ еді. Жараны тазалау керек болды. «Мені тыңда, мен сені тамақтандырып, су берем. 2-3 күн осында бол, содан соң бәрін дайындап, сені шығарып жіберем. Жарай ма?» деді Айкерім иттің басын көтеріп, мұрнынан сүйіп қойып, ит құйрығын тақылдатып еденге ұрды. Қыз оны сипалап қойды да сыртқа шықты. Келесі 2 күн бойы Айкерім итке тамақ пен су апарып тұрды. Оны анасына айтып қою керектігін түсінді, бірақ жүрегі қобалжып, батылы жетпеді. Мүмкін анасы қарсы болмас, бірақ Ернар дәл қарсы шығатынын қыз жақсы білетін. Ол әйелге қатты ықпал ететін. Егер итті қу десе, анасы үндемей келісер еді. Мектептен келе жатқанда Айкерім ойға шомып, бірінші анамен сөйлесу керек деп шешті. Құрбылармен қоштасып, аулаға кіргенде сарайдың есігі ашық тұрғанын көріп, бірден тоқтап қалды. «Айкерім, мұнда кел. Жылдам. Әйтпесе бәрі менің мойнымда қалады», деп айқайлады Ернар. Қыз рефлексті түрде сарайға жүгіріп кірді. Бірақ есік сол сәтте тарс жабылды. Айкерім қатты қорқып кетті. Даусы шықпай, үнсіз қалды. Ол қараңғы сарайда үрейлі ер адаммен жалғыз қалды. Ернар оны бірден ұстап алып, верстаққа жатқызбақ болды. Қыз шыңғырып жіберді, бірақ ол аузын алақанымен жапты. Ойында тек бір нәрсе, ойға алғанын іске асыру. Бірақ ол алғаш шыққан ырылдауды елемеді. Тек екінші ырылдағанда Ернар бір сәтке тоқтады. Сол кезде Айгүл жұмыс орнында мазасызданып, орнында отыра алмады. Таңнан бері қызымен бірдеңе болатындай ішкі түйсігі тыным бермеді. Мүмкін тізесін жарақаттады, не сындырып алды, не жылап жатқан шығар, ал мен қасында жоқпын деп алаңдады. Бастығынан рұқсат сұрап 3 сағат ерте үйге қайтты. Мостан өтерде жүгіріп кеткенін өзі де байқамай қалды. Үйге қарай асыға жетіп қақпадан кіргенде өмір бойы көз алдында қалып қоятын көрініске тап болды. Сарайдан Ернар ұшып шықты, ал оның қан жоса қолында қара ит тісін батырған күйі жармасып тұрған. Бұл қызын қорғамақ болған сол қара күшік еді. «Шығарып жібер мына бәлемді. Шығарып жібер», деп айқайлады Ернар. Сол сәтте сарайдан жыртылған киімдегі Айкерім жүгіріп шықты. Беті жылап қызарып кеткен Айгүл бәрін бір сәтте түсінді. Көзі шарасынан шыға үлкейіп орнында тұрып қалды. «Мам, мені Райым құтқарды». «Ал ол», деді қыз жылап сарай сатысына отыра кетіп. Айгүл сарайға кіріп қолына ауыр айыр алып шықты. Қорғануға дайын еді. Айкерім итті шақырып алды. Райым иесінің жанына барып, әлгі еркекке тесіле қарады. Ернар жынданып кеткендей қызға қарай ұмтылғанда, Айгүл айырын көтеріп тұрып, «Қолыңды тық. Мен саған баспана, тамақ, жұмыс бердім. Ал сенің істегенің мынау ма?» деп айқай салды. «Жоғал, көзіңе көрінбей тұр. Әйтпесе осы айырмен түйріп тастаймын. Менде бәрібір ештеңе жоқ, бірақ қызым үшін жанымды берем», деп айқайлады Айгүл, көздері ашудан қызарып. Ернар оның көзіне қарап, бір ғана қате қимыл бәрі бітіп қалатынын түсінді. Әйелдің қолындағы айырдан қорқып, 2 қолын жайлап көтеріп, есікке қарай жаныштала барып, ауладан шығып кетті. Сол сәтте әйел еңіреп тұрған қызын құшағына басты. Айкерім бәрі жақсы деп айтуға тырысты. «Маған ештеңе болған жоқ», деді қайта-қайта, бірақ көз жасын тоқтата алмады. Ал қара күшік баспалдақта үнсіз отырды. Ол кінәлі жанармен анасымен қызға қарап отырды. «Мен оны 2 күн бұрын таптым, аяғы жарақаттанған екен. Жарасын емдедім. Саған айтуға қорықтым, оны қуып жіберер деп ойладым. Ал сен келсе саласың ба деп қорықтым», деді қыз кінәлі үнмен. «Итті құшақтап, енді оны ешқайда қумаймыз.
Кел, танысайық, деді Айгүл мейірімен жымиып көзіндегі жасын сүртіп. Ол иттің басынан сипап жымиып қойды. Көп ұзамай шағын ғана отбасы үйге кіріп кетті. Олар қайтадан тек екеу болып өмір сүруді үйреніп жатты. Айгүл енді өмірінде ешқандай қарым-қатынас бастамауға уәде берді, қызы есейгенше. Қанша уақыт өтсе де, сол күні есіне түссе, денесі тітіркеніп, жаны түршігетін. Егер сол күні ол ит болмағанда, қызының басына не түсерін елестетудің өзі қорқынышты еді. Айгүл күн сайын Құдайға алғыс айтып, сол итке дұға ететін. Бір күні Айгүл ашық верандада отыр еді. Ұзын шарф тоқыған, ол тізесіне дейін түсіп, жанындағы себетке жетіп қалған. Айкерім қасында отырып, анасының қолын бақылап, тоқу үйреніп жатқан. Ерні тістелеп, бар ынтасымен қарап отыр. Тас, қазіргі райымның жаңалы қабаты, аяқтың жанында сұлап жатқан. Арасында есінеп қойып, ол осы бірнеше айда біраз өскен, бірақ сол бұрынғыдай мейірімді қорғаушы болып қалған. Кенеттен қақпаның ар жағынан дауыс естілді. Айгүл бірден таныды, бұл ауылда тұратын Ілияс қария еді. Айкерім анасының өтінішімен түсіп барып қақпаны ашты. Қария шляпасын шешіп, ілтипатпен кірді. Айкерім шай қоюға кетті. Ол бұл ақсақалдың келгенін ұнататын. Көп ұзамай бәрі дастархан басында отырды. Қария әңгімені өзі бастады. Айгүл, енді екеуің ғана тұрасыңдар. Үлкен үй, үлкен аула. Не керек бұл үй сендерге? Кел, айырбастайық, қалай айырбастаймыз? Деп таңдана сұрады Айгүл. Балаларым немерелерімен көшіп келеді. Жаңа үйім бар, 3 бөлмелі, кең ас үйі бар, бақшасы. Гүлзары әдемі. 3 жыл бұрын салынған. Ешқандай уайым жоқ. Ұлым ақша үстіне қосып береді. Тек қазір жауап бермей, ойланып көр. Ұлыммен сөйлес, кешке қайтадан екеуі қалған кезде, Айкерім, мам, көшіп кетейікші. Мүмкін сол жақта арасында жақсырақ болар. Үйі қандай әдемі десеңші. Ақша да береді. Сен басқа жұмыс тауып аласың. Біраз уақытқа жететін қаражат болады, деді. 3 апта өтпей-ақ Айгүл жаңа үйдің табалдырығында тұрып, көзіне жас алып, қуаныштан толқып тұрды. Олар енді шын мәнінде бақытты еді. Үлкен отбасы енді сол үлкен үйде тұрады. Оған енді жаңа иелер керек. Айгүл мен қызы жаңа жайлы ұяға қоныстанды. Онда оларға тек өмір сүру ғана керек еді. Үй мен аулаға алаңдамай, Айгүл өзі де бақытты еді. Күзгі жапыраққа толы бақшада серуендеп, тыныш өмірден ләззат алып жүрген. Енді бұл бақта, бұл үйде өзінікі. Оларда ақшада жақсы жағдайда бар еді. Ең бастысы, жаңа өмір бастауға мүмкіндік туған. Айгүл қызының өткендегі қорқынышты ұмытуын қатты тілейтін. Ернар ол ауылға қайтып оралмады. Айгүл оның мәңгілікке өмірінен жоғалып кеткеніне сенгісі келді.